Пол Гарнер Аллен, американдық кәсіпкер, Microsoft компаниясын құрғандардың бірі. Пол Аллен 1953 жылы 21 қаңтарда ақш-тың Вашингтон штаты Сиэтл қаласында дүниеге келген. Болашақ миллиардер интеллигентті отбасында дүниеге келді. Оның әкесі Кеннет Аллен Вашингтон университетінде кітапханашы болған, ал Полдың анасы Эдна Фэй Гарнер мұғалім болып жұмыс істеген. Полдың ата-анасы оған бала кезінен оқуға, білімге деген құштарлығын оятты. Олар бай болмағандықтан әрең күн көрді, бірақ бәрібір ұлының беделді мектепте оқу үшін ақы төледі. Отбасы жас Полдың күшіне сенетіндіктерін айтып, оған қолдау көрсетті. Бір 1968 жылы Пол Сиэтлдегі беделді Лейксайд жеке мектебінде оқып жүргенінде өзінен 1,5 жас кіші Билл Гейтспен танысады. Екеуі де бағдарламалауды жақсы көрген. Мектептен кейін Пол Аллен Пулмандағы Вашингтон университетіне оқуға түсті. Алайда 1974 жылы ол оқуын тастап, Бостондағы Honeywell корпорациясында жұмыс істей бастады. Бір 1975 жылы Пол Аллен Билл Гейтспен бірге Microsoft деген атпен белгілі болған дербес компьютерлерді бағдарламалық қамтамасыз ету компаниясын құрды. Гейтс оның президенті болды және акциялардың 60% алды. Аллен атқарушы вице-президент болды. 1976 жылы компания Альбукеркеде Microsoft ретінде тіркелді. 1981 жылы Microsoft корпорациясы MS-DOS операциялық жүйесін жасады. Ол кейінірек дербес компьютерлер үшін әлемге әйгілі болды. 2 жылдан кейін Word мәтіндік редакторы, ал 1985 жылы жүйенің пайдаланушы интерфейсі Microsoft Windows пайда болды. 1986 жылы компания биржаға шыққаннан кейін Аллен бірден мультимиллионер болды, ал 1990 жылы Microsoft акцияларының бағасы көтерілгеннен кейін миллиардер тізіміне енді. 1986 жылы Пол Аллен активтерді басқару үшін өзінің холдингі Vulcan компаниясын тіркеді. Көбінесе жылжымайтын мүлікке инвестиция жасады. 1988 жылы Portland Trail Blazers баскетбол клубын, ал 1997 жылы Seattle Seahawks американдық футбол клубын сатып алды. 1997 жылы әпкесі Джодимен бірге Vulcan кино студиясын құрды. 2003 жылы миды зерттеу институтын, 2013 жылы жасанды интеллекті зерттеу институтын және 2014 жылы жасушаны зерттеу институтын құрды. 1997-2007 жылдары Пол Аллен Forbes журналы бойынша әлемдегі миллиардерлер тізімінің алғашқы ондығына кірді. 2018 жылғы рейтингте ол әлемде 44-ші және ақш-та 20-ші орынға ие болды. Оның байлығы 21 миллиард долларды құрады. 2018 жылға қарай ол Microsoft акцияларының едәуір бөлігін сатты. 2007 және 2008 жылдары Пол Аллен Time журналы бойынша әлемдегі ең ықпалды 100 адамның тізіміне енді. Пол Аллен 2018 жылдың 16 қазанында қайтыс болды. Көргендеріңізге рахмет. Арнаға жазылып, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.